Қымбатты көрермен, бүгін халықаралық отбасы күні. Осындай керемет мейраммен біз сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Енді әрбір отбасының тірегі, жүрегі ол бала. Балаларға біз әрқашанда ата-аналар ақшаны құюымыз керек, оқытуымыз керек, дамытуымыз керек, оларға болашақ инвестиция. Сондықтан да міне мемлекетте керемет мүмкіндік жасайын деп отыр. Оларға жасалған осы орайда міне ұлттық қор балаларға атты жоба жүзеге асырылады. Осы жайында біз бүгін әңгіме қозғаймыз. Көрерменнің де біздің де сауалымыз өте көп. Соларға жауап алу үшін кезекті қонақтарымыз ортаға шақырайық. Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі бюджеттік кредиттеу, Қазақстан Республикасының ұлттық қоры және қаржы секторы мәселелері бойынша өзара іс-қимыл департаментінің директоры Айбол Арғынғазыұлы және Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Үнзила Шапақты студиямызға шақырайық. Төрлетіңіздер. Келіңіздер. Құзырлы орган болғандықтан, келер жылдың ақпан айынан бастап балаларға ақша аударыла бастайды дедіңіздер. Енді талаптарын түсіндіре кетсеңіз, нені ескеру керек? Жалпылама ережелері бар ма? Құжат жинау керек пе, ата-ана жинамау керек пе? Рахмет, сұрағыңыз орынды. Расында да үлкен қоғам тарапынан үлкен әлеуметтік қызығушылық тудырып жатқан біздің президентіміздің бастамасы. Біз бүгін Үнзила Шапақ қызымен бірге келіп отырғанымыздың себебі де осыған байланысты. Өйткені мен айта кетейін, қазіргі кезде біз парламент мәжілісінің депутаттарымен бірге, қаржы министрлігі бар, ұлттық банк бар, басқа мүдделі мемлекеттік органдар бар. Осы ұлттық қордан балаларға төлем жасау мәселесі бойынша заң жобасын әзірледік. Қазір ол заң жобасы дайын, тиісті сараптамадан өтіп жатыр. Алдағы уақытта парламенттің қарауына енгізіліп, белгіленген тәртіппен қаралатын болады. Бұл жердегі ең басты ерекшелік Қазақстан Республикасының азаматтарына 18 жасқа толмаған балаларға ұлттық қордың инвестициялық кірісінің 50% көлемінде жыл сайын төлем жасалып отырады. Ол төлем ұлттық қордың есебінен жүргізіледі. Бала 18 жасқа толғанша ол ұлттық қордың есебінде жинақталып отырып, ол бала 18 жасқа толған кезде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында арнайы шот ашылып, сол арқылы баланың пайдалануына болады. Не үшін пайдаланады? Бұл жерде екі нысаналы мақсаты бар. Біріншісі тұрғын үй жағдайын жақсарту, екіншісі баланың білім алуы. Ал егер денсаулығына қатысты, я болмаса енді баспана дедіңіз жаңа, денсаулығына қатысты көбінесе мәселелер туындап жатыр. Қазіргі кезде бізде мемлекет басшысының тапсырмасында осы екі бағыт қарастырылған. Парламентке барған кезде бұл мәселе көтерілетін болса, біз оны міндетті түрде қараймыз деп ойлаймын. Демек, толықтырулар болуы мүмкін. Енді оны Үнзила ханым толығырақ өз сөзінде айта жатар. Жалпы бұл заңнаманың ерекшелігі не? Біріншіден, өскелең ұрпақтың ересек өмірге енуіне жолдама беріп отыр. Екіншіден, балаларға ашып атқан шотқа негізделген қорға ұлттық деген құқықтық мәртебе беріліп отыр. Бұған негізделіп отырып, балалар 18 жасқа толғаннан кейін ғана барып, осы қаражатқа қол жеткізу мүмкіндігі бар. Дегенмен негізгі қойып отырған екі мақсат қазір заңнамада көрсетіп тұрған. Бұл біріншіден білімге жұмсалу керек, екіншіден ол ересек өмірге барған кезде бірінші бізде туындайтын мәселе, жалпы баспана мәселесі туындайды. Қалай біз бөлектей аламыз деп, соған жұмсалынады. Қаражаттың көлеміне байланысты сұрақтар туындайды ғой. Дегенмен бір үйдің бірнеше баласы болатын болса, барлықтар біріктіруде мүмкіндігі бар. Ол жерде құқықтық мүмкіндіктер беріледі. Қоғам тарапынан сұрақтар туындайды. Мысалы, өздері мүгедек бала болатын болса, яғни оған білім алуға қабілеттілігі енді қиындау болатын болса, белгілі бір әсер туғызатын болса, осы жағдайда қандай болады деген сұрақтар бұл ары қарай туындайды. Ол сондықтан заң шығарушы орган парламентте депутаттармен талқыланып отырып, бұл мәселелерінде бір көздері қарастырылады. Енді қараңызшы, 2024 жылы ерлі зайыптыларда бала дүниеге келетін болса, оның 2042 жылға дейін шотында 3500 ақш доллары жатады екен дейді. Бірінші кезекте бұл жерде көру керек. Біз қаржы министрлігі бар, басқа үкіметтік органдармен қоса отырып, бірінші туындаған мәселе шот долларлық шот болып ашылады. Яғни теңгемен емес. Яғни енді долларлық дегенде теңгемен ашылмайды деп отырмыз. Оның себебі, енді ол өзгере қоймайды. Себебі бұл инфляция жеп қояды деген сұрақтар туындайды ғой. Екіншіден,
туындап отырған тағы да бір мәселе, қанша бала бар бізде? Қазіргі таңда бізге беріліп отырған есеп бойынша, үкіметтің есеп бойынша 6 миллион 500-ге жоқ бала бар дейміз. Дегенмен біздің қазақ қоғамында тағы бір ерекшеліктер бар. Тіркеуге кірмей қалған балалар бар. Ауылды жерлерде, әлі дейін Әділет министрлігінің дерек қорында, базасында жоқ балалар бар екен деген жаңағы нелер бар, деректер бар. Шынымен де бұрынғы депутаттармен мен сөйлесіп көрдім, олар айтады, біз ауылды жерлерге барған кезде қолдарында туу туралы куәлік жоқ балалар бар, тіркеуге өтпей қалған балалар бар дейді. Сондықтан бірінші кезекте біз балалардың санына нақты көз жеткізуіміз керек. Но бірақ шамамен қазір кішкене артығырақ алып отыр. Егер 6 миллион 500-ге жоқ бала бар болатын болса, қазіргі. Енді оның үстіне жыл сайын туатын балаларымыз бар. Енді бұл демографияға үлкен әсер етеді деп отырмыз. Екіншіден, бұл міндетті түрде Қазақстан Республикасының азаматтарына ғана беріледі. Яғни егерде белгілі жасқа келген кезде ата-анасы көшуіне байланысты немесе тағы енді миграциялық процесс ол жаңағы өзге елдің азаматы болып жатса берілмейді. Ондай жағдайда ол жаңағы ұлттық қордан ол бала тізімнен алынып тасталады, бірге ақша қаржы кетпейді. Бұл аяғына дейін 18 жасқа толғанға дейін Қазақстан Республикасының азаматтығы болып тұрған ғана азаматқа беріледі. Енді келесі жылы бұл ақпан айында басталады дедік. Сонда демек келесі жылы 18-ге толатындар алып үлгереді ғой? Оларға бір жылдың көлеміндегі инвестициялық кірістің орта мәні есептеледі. Сол бір жылдың көлеміндегі орта мәнінің мөлшеріндегі оларға төлем жасалынады. Олар сол қаражаттың көлеміне қарай өздері бір тұрғын үй құрылыс жинақтарына салуы мүмкін, басқа бір ипотекалық бағдарламаға қосуы мүмкін, мысалы басқа бір есеп шоттармен біріктіру мүмкін, болмаса оқудың бір бөлігін төлеуі мүмкін деген сияқты. Бұл жерде тағы бір айта кететін мәселе жаңағы ұлттық қордың валютасына байланысты. Бізде өзі заңнамада белгіленген талап бойынша ұлттық қордың есебі, жалпы ұлттық қордың қалыптастыруы ақш долларында жүреді. Өйткені жалпы әлемде ортақ негізгі номиналда 4 валютаның біреуі болатын болса, сол ақш доллары. Одан кейін жаңа Үнзила Шапаққызы айтып кетті, мына әртүрлі экономикалық дағдарыстардың, қиындықтардың алдын алу үшін. Содан кейін тағы бір айта кететін мәселе, бұл жерде ұлттық қордың 18 жылдық орташа кірістілігінің мәні алынады. Өйткені бір жылдың ішінде, басқа жылдардың ішінде әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Бір жылы кірістің мәні әртүрлі өзгеруіне байланысты, жаңағы балаларды әртүрлі жағдайдан сақтандыру үшін 18 жылдағы орташа мәні пайыздық мөлшерлемесі алынады да, соның көлемінде жыл сайын төлем жасалып отыр. Бір жылда бір рет қана. Бір жылда бір рет қана. Оны енді қарашы, есеп шот қай жерде ашылады, қалай ашылады, осы турасында, және ол есеп шотты ата-ана бақылай ала ма? Есеп шотты ата-ана бақылай алады. Өйткені қазіргі кезде біз Әділет министрлігінің жеке тұлғалардың базасы, мәліметтер базасымен осы бағдарламаны іске асыратын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының базасын интеграция жүргізетін боламыз. Соған байланысты әрбір ата-ана өзі электрондық үкіметтің порталында баласына берілген жеке сәйкестендіру нөмірі бойынша оған жылына қанша төлем жасалды, бір жылдағы төлемнің мөлшері қандай, жиынтық төлемнің сомасы қанша деген біліп алып отырады. Тағы бір айта кететін ерекше тоқталатын мәселе, 18 жасқа дейін бұл қаражат ұлттық қордың есебінде сақталады. Оған ұлттық қордың рұқсат етілген инвестициялық операциялары жүргізіледі. Егер кірістілік жоғары болып жатса, ұлттық қордың табысы біз болжаған мәннен асатын болса, бұл соманың мөлшері де өзгеруі мүмкін. Сондықтан бұл жерде біздің Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің ұлттық қордың қаражатын қаншалықты деңгейде сенімгерлік басқаруына байланысты, бұл жерде ұлттық қордың табыстылық деңгейі қалай қалыптасады, соған байланысты бұл қаражат есептелініп отырады. Ал бұл жерде қаражатты төлемді жасайтын кезде 18 жасқа толған кезде осы бағдарламаның операторы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында арнайы есеп шот ашылады да, осы 18 жылда жинақталған қаражат сол есеп шотқа түсіп жинақталады. 18 жасында ғана есеп шотқа 18 жасында ғана. Өйткені 18 жасқа дейінгі ол инвестициялық барлық операциялар жүргізіледі. Оның мақсаты ұлттық банкте сақталады. Ұлттық қордан сақталады. Оның мақсатын жаңа мен айтып кеттім. Барынша баланың қолына максималды түрде табыстылығы жоғары қаражатты беру. 18-ге толғаннан кейін бала құжатымен барып өзінің ақшасын. Ол жаңағы бірыңғай жинақтаушы қорда оларда болжамдау жұмыстарымен айналысады. Қанша бала 18-ге толады, ол қай уақытта келеді деген олардың статистикасы да, дерек қор базалары да, болжамдарды олардың қолдарында болады. Яғни бұл жерде адам фактісін біз барынша азайтуға тырысамыз. Өйткені оларда автоматты түрде мәліметтер болады, автоматты түрде есеп шот ашылады. Бала егер сол 18 жасында барып, оны екі түрде нысаналы мақсатын дәлелдеп
тұрғын үй жағдайын жақсартуға болмаса білім алуға жұмсайтынын дәлелдеп қаражатты сол екі мақсатқа жұмсауына болады. Егер бұл қаражат 18 жасқа толғаннан кейін 10 жылдың ішінде баланың тарапынан ешқандай қозғалыс болмаса, бұл қаражатқа сұраныс туындамайтын болса, ол автоматты түрде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы баланың зейнетақы қорына аударылады. Қосылады. Қосылады. Яғни ол зейнетақы жасына жеткенше ары қарай жинақтала беретін болады. Сіздің сұрағыңызға тағы тоқталайын. Оған ата-ана барып есепшот ашпайды. Ол же автоматты түрде. Бақылай ала ма деген ол жаңағы біз айттық қой, личный кабинет дейміз, жеке кабинет арқылы барлығы бақыланып тұрады. Екіншіден, егер де бала 18 жасқа толғаннан кейін, мектепті аяқтағаннан кейін, енді грант деген ұғым әлі де бола беруде мүмкін, басқа да тараппен мемлекеттің тарапынан оқи алатын болса, ол ақша қажет жоқ болатын болса, ол әрі қарай сақталынып тұра береді. Бітіргеннен кейін магистратураға да жұмсауға болады. Егер де баланың білімі жақсы болып, магистратураға мемлекеттік грантқа түсетін болса, ол докторантураға қолданылуға болады. Яғни ол қордан өзі жаңағы нысаналы мақсатқа пайдаланбаса, ол тұра береді. Сол сияқты тіпті соңында 10 жылдан кейін оны өзінің зейнетақы жинақтау қорына да аударып жіберуге болады. Енді мынандай бір сұрақ туындайды, Үнзила ханым, кешірім сұраймын, өзіңіз де айттыңыз ғой, тіркелген балалар бар, тіркелмегендер балалар бар, ондай әртүрлі жағдай болады. Жалпы базаны ата-ана өзі көре ала ма, баласы бар ма, тізімде жоқ па дегенді? Біріншіден 18 жасқа дейін ата-анасы қызығатын болса, егер қарап тұратын, олар бақылауға Біздің бала бар ма жалпы дегендей? Оны толыққанды біліп отырады. Ол туралы ақпараттар. Оны электронды үкімет порталынан көреді. Егофтан арнайы функционал болады, сол арқылы қарап бақылай алады. Егер бұл баламыз бар ма, бар болса оған қанша сома төлем жүргізілді, оның жиынтық сомасы қаншалықты, ол жыл сайын түсіп отыр ма деген. Болмаса сіздерге айта алады, иә? Әрине. Түрлі техникалық ақау түрлі жағдайлар болуы мүмкін. Оның барлығын біз заң емес, заңға тәуелді актіде біз ережелерді қазір әзірлеп сол жұмысты жүргізіп жатырмыз. Оның ішінде барлық өмірлік жағдайлар қарастырылатын болады. Мысалы, егер бала уақытысында тіркелмей қалатын болса, шетелде дүниеге келетін болса, құжаттандыру жағдайында қандай да бір өзгешеліктер болатын болса, болмаса азаматтықты кейіндеу алатын болса, деген сияқты әртүрлі өмірлік жағдайлар қарастырылып, сол жағдайда қалай іс-әрекет етеді, бүкіл іс-қимылдың алгоритмі сонда көрсетілетін болады. Осы заң жобасымен бірге қатар 6 кодексқа 10 заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізіледі. Яғни қазіргі жағдайда мүмкіндігі бар барлық нормативтік құқықтық актілердің ішіне өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп жазылады. Содан кейін оның ары қарай дәл ең соңғы нүктесіне дейінгі барлығы бағынышты нормативтік құқықтық актілермен реттеледі. Жалпы нормативтік деңгейде жақсы жазылады, жүзеге асырылуы керек деп сеніп отырмыз. Балалардың жарқын болашағы ғой, бірінші кезекте. Шынымен де ұйқыларыңызды бөліп, бізге уақыт бөліп тауып, көрермендерге барынша ақпарат бергендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Сіздерді шығарып салуға рұқсат етіңіздер. Жақсы, рахмет. Рахмет, төрлетіңіздер. Сау болыңыздар.